Ассалаумағалейкум. Қазір біз 10 литр сүттен қанша қаймақ және де сары май шығатынын есептейміз. Біз мына жерде примерно 11 литрдей, сәл 11 литрден артық құйып алдық, өйткені сепаратордың ішінде қалып қоюы мүмкін деп. Мінекей, мына кешегі біздің қаймағымыз 10 литр сүттен шыққан өлшейміз. 571 грамм. Сосын ал бұны қазір май қыламыз, май қып тағы өлшейміз да. Мұны ыдысын өлшеп, соны алып тастаймыз ғой. 571 грамм қаймақ шықты 10 литр сүттен. Так, мана біз қаймақты өлшегенде осы ыдысты өлшедік қой. Қаймақ. Так, мінекей. Қаймақтың весінен осынша алып тастаса, сонша қаймақ шығады екен. Осылай. Мінекей. Біз 10 литр сүттен осынша май шықты. Мана қаймақты өлшеп едік қой. Енді мінекей. Енді мінекей. Май мінекей. Өзім де ойлап едім ғой, 350 сондай шығады деп. 333 грамм шығыпты ғой. 333 грамм. Нормально. 300 грамм болса да пойдет. Есеп бойынша 300 грамм еді.